Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі. Менің жүрегімнің мектебі. Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Крылов атындағы орта мектеп. Мен Сман Мөлдір Талетқызы, математика пәнінің мұғалімі. Осы мектеп қабырғасында 11 жыл білім алып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң Алтын Ұя мектебіме қайта оралдым. Енді міне 3 жылдан бері мен мақтан ететін мектебім менімен де мақтанатын болды. Менің жүрегімнің мектебі шәкіртінен ұстаз жасай алды. Ұстаздық қызмет етіп жүрген мектебім менің жүрегімнен ойып тұрып орын алды. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Бала жүрегінің кішкентай күйсандығын ашу, өмірге бейімдеу, жан-жақты білім игерту, бәсекеге қарсы тұра алатын, заман талабына сай, сауатты, саналы, білімді шәкірттер даярлау қазіргі мұғалімдерге қойылатын қатаң талап. Бүгінгі көшбасшы педагог үнемі ізденіс үстінде болып, өзінің қызметінің нәтижесін саналы ұрпақ тәрбиелеуге бағыттау тиіс. Менің жүрегімнің мектебі өз отанын, туған жерін сүйетін, елжанды саналы білімді ұрпақты тәрбиелеуге негізделген. Мансап пен еңбек, талап пен табыстың жолын көрсетті, мәнін ұқтырды. Менің жүрегімдегі мектеп мұғалімнен ұстаз, шәкірттен тұлға жасайтын білім ордасы. Жарқын болашақты жалынды ұстаздар мен жаңашыл мектептер жасайды.